Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен денсаулыққа пайдасы мол нағыз коллагеннің қайнар көзі холодец, яғни тіріліктің қазақша рецептімен бөлісемін. Ол үшін бір сиырдың сирағын осылайша бөліктерге бөліп, тереңдеу қазанға орналастырып, оның үстіне мен бір кесек сиыр етін салып, сіздер тауық етін немесе ет қоспасаңыздар да болады. Үстіне су құйып, толықтай қайнатамыз. Қайнағаннан соң суын барлығын төгіп алып, осы сиырдың сирақтарын жақсылап жуып, үстінен таза су құйып, оны да толықтай қайнатамыз. Қайнағаннан соң бетіндегі артық көбіктерін барлығын сүзгілеп тазалап шығамыз. Сорпа мөлдір ап-анық болу үшін сорпамызға бір бас пиязды осылай бүтіндей салып жіберіп, баяу отта 7-8 сағат, кем дегенде немесе 10 сағаттай қайнатамыз. Одан соң қайнауына 1 сағат қалған кезде бір бас пиязды салып, оны да 20-30 минут аралығында, яғни сәбізіміз толық піскенше оны да пісіріп аламыз. Ұсақтап туралған 4 тісше сарымсақты да саламыз. Оның үстіне қара бұрышының 10-15 түйірін және дәміне қарай тұзды саламыз. Және лавр жапырағынан 3-4 жапырақтай салып, тағы да 20-30 минуттай қайнатамыз. Одан соң сорпадағы артық піскен пиязымызды алып тастаймыз. Және былбырап піскен, яғни еті мен сүйегі ажыратылған сирақтарымызды, етімізді алып, сонымен қатар сорпаны толықтай артық заттарынан тазартып аламыз, яғни сүзгіден толықтай тазартып барлығын дайындап аламыз. Және холодецке егерде сіз майлы болғанды қаласаңыз, майын алып тастамасаңыз да болады, бірақ мен толықтай майынан тазартып шықтым. Ендігі кезекте еті мен сүйегінен ажыратылған барлық сіңірлерді, етті ұсақтап турап алдым. Және қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Піскен жұмыртқа және аскөк, сонымен қатар піскен сәбізді де мен осылайша тәрелкенің түбіне орналастырдым. Одан соң бірінші қабатына піскен еттерді бір қабат қылып орналастырдым. Одан соң піскен сіңірлерді, яғни жаңағы сирақтың жанындағы сіңірлерді салдым. Және де оның үстіне ыстықтай сүзгіден сүзіліп өткен, яғни тап-таза сорпамызды үстінен 2-3 ожаудай құйып, яғни қатты толтырмай барлығынан осылай құйып шығамыз. Оны бөлме температурасына толықтай суытамыз да, бетін жауып, тоңазытқышта қатырамыз. Осылайша біздің холодеціміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай тәрелкеден оп-оңай ажыратылады, яғни бір өтіп шықсаңыздар болады. Өзі ары қарай оп-оңай ажыратылады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Денсаулыққа пайдасы орасан зор. Әсіресе коллагеннің нағыз қайнар көзі, үлкен адамдарға сондай пайдасы мол тағамдардың бірі. Буын сүйектерге әрқашанда өзінің пайдасын тигізіп жүрген. Сонымен қатар қазіргі кезде денсаулыққа да, сонымен қатар дастарханның сәніне айналған холодецтің рецепті. Сіздер де дайындап көріңіздер. Баршаңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.